Чек не? Жер үлесінен айырылған адамдар соттан жеңіп алса да қайтадан іс қозғап басқа да іс-әрекеттер болады деген сол туралы. Ордабасы ауданы ықылас темір ма? Иә. Өзіңіз таныстыра кетіңіз. Құрметті Қазақстан халқы, менің атым Тілеубек, фамилиям Бес, мына Шымкент қаласынан өзім қоғам бірлестігім бар. Мына осы дауға мен 2019 жылдың қыркүйек айынан бері араласқанмын. Заңгер ретінде сөйтіп бүгін соттарды көргем. Бұл дау қалай басталған? Бұл дауда мына Ордабасы ауданы жерде айтты Ықылас темір ауылының Ықылас темір Осаттас өндірістік кооперативінде 38 адамға аудан әкімінің 1902 жылғы 594 қаулысымен берілген пай үлестеріменен суармалы жер, егістік жер, содан кейін және жайылым жерлер. Міне содан бұл дау келген, соны бір сатып жіберіп, одан үкім шыққан. Негізі осы жерді жерде 38 адамға деген екі соттың шешімі бар. Бірінші соттың шешімі 2016 жылғы 17 октябрь күні болғанда, онда осы 38 адамның жерін жердегі пай үлесімен соны меншіктеп таныған. Бұған бұл сотқа қарама-қарсы талап арыз келгенде олар талап арыз қанағаттандырылмаған. Содан кейін бұл кісілер қайтадан арыз берген, талап арыз берген Ордабасы ауданы сотына. Сөйтіп сода 2017 жылғы 16 январда қаралып, онда жердегі қарсы топтағы адамдардың бәрі фамилиясын көрсетіп шығарып тастаған. Олар ешқандай мүшкілдікте болмаған, шығарып тастаған. Міне осыдан кейін келгенде бұл дау жалғаса берген беру себебі осы дауға араласқан мынау оңтүстік қазақстан облысының прокуратурасындағы бұрын істеген полковник шеніндегі Күлбаев Төлебай деген кісі араласқан. Сөйтіп ол кісі жердегі өзінің тамыр-таныстарын пайдаланып, сөйтіп осы дауды ары қарай жалғастырды. Ол кісінің араласқан себебі бұлардың арасында біреу жерден сотталғанда, сол сотталған адамның сенімді өкілі болғанда бүкіл құжаттарды алып қалған өзімен бірге. Сөйтіп сол құжаттарды бұл кісілер жарамсыз деп таныған, газетке шыққан оңтүстік Қазақстан, бірақ сол жарамсыз деп таныған құжаттарды пайдаланып, өзін заңсыз тіркеткен адамдардың ішіндегі 25 адамы ол ешқандай қатысы жоқ адамдар болып шыққан. Ол туралы соттың шешімі бар. Содан кейін бұл өртіп таусылмағаннан кейін мына Түркістан облысының әкімінің арнайы құрған комиссиясының шешіміменен тағы да сол жердегі бұл кісілердікі ана шеттен әкеп қосқан 25 адамдың ешқандай қатысы жоқ, пайдасы жоқ деп ол комиссия шешім шығарған. Соған қарамай жердегі оңтүстік облысының бұрынғы прокуроры істеген кісі Күлбаев Төлебай өзінің таныстарының арқасында тамыр-таныстарының арқасында осындай істерге әкеп отыр. Міне сол кездегі сол 38 адамның ішіндегі өздері сайлаған, төраға сайлаған Оңалбай Бастарбекті осы кісіні қысып, осы кісі бәрін бастап жүргенге келтіріп, осы кісіні қамап жатыр. 800 сөтке бір қамады, тағы да қамады. Енді міне қамамақшы. Бұл енді өздерінің жеріне ексе, соны оразай жинап алса, оның барлық соттың шешімдеріменен комиссия түгелдеп тұрса, сондай растап тұрса, оны қалай қоталатынын мен түсінбеймін. Қалай болады? Міне, мен осында 3 жыл алып жүргенмін, әлі де мен осындай сол жерде мен заңды көмектер беріп тұрамын. Менің көргенім заң бойынша, документ бойынша іс жүзінде осы. Судья Мырзахметовтың сотында айтқан Күлбаев Төлебай мына Күлбаев Төлебай деген кісі, мына бұның жердегі өз жеріне егіп алғанға, менің жерімдегі бидайды егіп алды деп, бұларға жердегі упущенный выгода дейді осы. Сонда қойғанда, сонда 17 миллион болған. Сол сотында мен бұлар тарапында қатысқан, азаматтық қатысқан, оны экономика сот судьясы Мырзахметов қараған. Сонда сол сот отырысында Күлбаев тұр. Мені соттай алмайды, мені соттау үшін бас прокурордың рұқсаты керек деп ашық айтты. Содан кейінгі жерлерде де мына аудан әкімшілігінде де бұл сөздің өкісі қайтылып отыр. Бас прокурор деп кімді меңзеген екен сонда? Ол мен білетінім мына 2009-2010 жылдары мына оңтүстік Қазақстан облысының прокуратурасында кім Ахметжан прокурор болған, Асыл орынбасар болған. Сонда бұл кісі Күлбаев сол жерде
жұмыс істеген, солармен бірге жұмыс істеген. Енді ол өздерінің айтуы бойынша, енді жұрт айтады, халық айтады, соны күліп айтқан бірге істеген адам айтады, асыл жұмысты бастаған кезде бұл кісі аздап ұстаздық еткен екен деп айтады. Енді бас прокурор енді мына жер үлесін тартып алуға араласпайтын шығар деп ойлаймыз. Бұл Команда береді ғой. Енді ол араласады, араласпайды. Оны ресми түрде ешкім араласпауы мүмкін. Енді телефон деген бар, телефон деген бар. Бас прокурордың алдына барлығымыз кірдік. Барлығымыз жан айқаймен кірдік. Ол кісінің жауабы жесір дауы. Жер дауы, жесір дауы деп мына миығынан күліп бізді мысқылдап шығарып салды. бас прокурор кімді? Облыс прокуроры. Облыс прокуроры. Тілеубердиев. Енді мына жерде қараңыз, мінекей барлығы айтқандай, міне біз жан айқаймен Қай кезде кірдіңіздер прокурорға? Жаңағы Түркістан облысынан. бір ай бұрын кірдік. Енді қараңыз, міне 17 қазан 2016-да бізге шешіліп қойған жер. Қазір қараңыз, ескі Қазақстаннан жаңа Қазақстанға өтіп жатырмыз. Қайда әділдік? Сот қайда қарап отыр? Осынша халықты неше рет келдік? 9 жылға айналып жатыр, дәл өсіп сандалып жүргеніміз. Енді бізді қорқытып, мінекей, мына біздің төрағамыз Бастарбек Оңалбайды қамаймыз дейді. Бәрімізді қамасын онда. Әділ шешім, әділ шешімді. Бәрімізді қамасын, әділ шешім қайда? Барлықтарыңыз естірдіңіздер. Бастар Оңалбайдың ешқандай Мен енді азап толықтыра кетейін, біз осыдан бір жыл бұрын біз Астанаға бардық. Астанаға барғаннан облыс прокуратурада қаралған материал бойынша жоғары соттың қабылдауында болдық, облыс прокуратураның қабылдауында, бас прокурордың қабылдауында болдық, президент аппаратына бардық. Сонда осы жақтан документтерді, бүкіл құжаттарды сояға алып келді, екі прокурор қызметкерді. Сонда сөйді бірінде вот тексергенде 145 парақ алынып тасталған екен. Оны сөйдегі осы Түркістан облысы куратор, курасы болды. Бірақ соны біз қайтан енгіздік те, сонда сол документтер не үшін алып тасталған ешкім бізге түсінік бермеді. Міне осындай жолдарменен бұл істі созып келеді деп мен ойлаймын. Бірақ мен соның куәсі болғанмын. 145 парақтың алып тасталғанын Қай жылы болды? Бұл 22 жылғы август айында болды. Біз барғанбыз Астанаға. Қанша 15 адам бардық па? Уақыт аз қалды. Жаңабек көп жүріңіз ба? Мынау қазір Өзіңіз таныстыра кетіңіз. менің атым Жаңабек Асанұлы Әбішев. Осы істі жақсы білемін. Тоқтай тұрыңыз ба? Мен сөйлеп кетейін, одан кейін сіз қорытындыласаңыз. Айта беріңіз. Заңсыздық мынада. Өзіңіз таныстырып кетіңіз. Әбішев Жаңабек Асанович Қай жердің тұрғыныз? республикалық жемқорлыққа қарсы қоғамдық ұйымның басшысымын қазір уақытша. Міне менің куәлігім қазір өзіне түсірдім. Яғни бұл жерде былай. Жаңағы сөздердің растығын дәлелдейтін мына жергілікті прокурорлар бас прокурордың алдында тышып қойып, амалсыз бұны қаманды. Бұтына тышып қойып, десең заңсыздық әрекет жасап отыр. Мақсат басшыларын қорқытайық. Сонда бұлар қайда барады деген сөз. Әйтпесе азаматтық тәртіппенен 9 жылдан бері келе жатқан істі қазір қылмыстық іске айналдырып, және жаңағы қазіргі бас прокурордың протежі болып тұрған пенсияға шыққан прокурордың үстінен 2 мәрте жазылған қылмыстық іс қозғалмай жатыр. Неге? Соны осы облыстың прокурорының алдында әңгіме қылғанбыз. Сендер адвокат болмасаңдар, жаңағы әлгі бас прокурордың протежі болып тұрған Құлбаевтың адвокаты болмасаңдар, анық прокурор болсаңдар, қылмыстық іс қозғаңдар, немесе қозғалмайтын уәжін айтыңдар дегенбіз. Соның уәжін айтылмайды. Амалсыз қорқытып бұларды баспасақ деген рейдерлік захват істеп отыр. Әйтпесе 9 жылдан бері азаматтық істі кен келетқан істі қылмыстық іс. Бұл жаңағы өзінше билік етуге істеу үшін 9 жылдан бері қорғамаған барлық тергеушілерді жұмыстан қуу керек те. Неге орынбайды, ол кезде бір қылмыскер болса. Мәселе осында. Сондықтан мақсат қорқытуда. Түсіндік. Сондықтан көтіне қараса қорқытамайды. Астабыралла. Халық жоғарыда. Мынау неше гектар жер бұл дау болып жатқан? 1300 гектардай жер ғой. Қандай жер? Суғармалы, ақ егістік, одан кейін жайылым. Барлығы жиналып 1300 гектар. Өзіңіз таныстыра кетіңіз. Менің есімім Әліші Ділмұхаммед Мелханұлы. Сол ауылдың тұрғынымын, сол мүшесімін. Бұл жердегі мына келіп жиналып бас қосып мына сотқа келіп жатқанымыздың себебі мына бізді үркітіп қорқытып бәрімізді жерімізден айырайын деп отыр. Оған себеп куәмін. Себеп басшымыз біз сайлаған Бастарбек Оңалбайды төраға қылып сайлағанбыз.
sol tергöwçi, bizde tergegen tергöwçi, tergew de bizni korkuttu ürküttü. Sebebi bastar niye dedi, bastar niye bir şey dedi, bastar niye berem dedi dep Тергөө болгондо bir жаңағы bilemeden. о департаментте дөбөдөн- тергөөчүнү атай кетесиз ба? Алтынбай. Қорқытқандарды адам өтеші. Алтынбай Беділ. Сол кісінің алдында мен айттым, сіз неге біздің басшымызды қамадыңыз, қандай уәж айтасыз дегенде, ол кісінің маған айтқаны, қасында жаңағы Мен бармын, акциясы бар мені, екеумізге айттық. Ол кісі кооперативке үлкен көлемде залал келтірді. Осыған тоқтай кетейікші. Мына Залал мен келтір. айта Бірақ кетейін, залал соттың шешімінде бұл сіздердің үлестеріңізді. Төраға Бастарбек. Иә, А бірақ кімге залал келтіреді? Ол төраға осы болса. мен сол жерін айта кетейін. келтіріп тұрмыз. Сол жерін айта кетейін. Мен айттым, ол кісі біздің төрағамыз дедім. Қандай уәж дебем, кооператив үлкен көлемде залал келтірді дедім. Кооператив кім дедім? Кооператив мен ғой дедім. Мүшесі мен, мына жер пай үлесі менен. Кооперативте мен тұрмын дедім, мүше болып. Жер пай үлесім мен. Өшіп қалды тағыдан. Интернет бұғаттап жатыр ма бірдеңе бар? Иә, интернет Иә, мыналар көріп істеп отырға тие. Ане полицейскийлер бұғатып отыр ғой. Шамал былайырақ тұрамыз да былайырақ. Сөйтейік, ары. Мына жерде.